алейкум, сайғылы телесерджілер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан вешімдікі сатқа бойле малюмат. Сақ районында дешетлі қаза юз берді. Микроавтобус чевырылды, 6 бала зарар көрді. Автомобилерні маршруткаларға деніштірділер. Бүгін Ахмезжет мемурлары ішлеріне алышмаған шарайте етіп бардылар. İçtimai проблемалар. Küçük yaşlı ve İdeş eli köylerinde bala bakçaları yok. En yüksek köpür İslam Terek rayonun Çelebi eli köyünde mütehassıslar üst geçitini kurmağa başladılar. Yavaş-yavaş raqami televizyonga keçemez. Bulğanaq Badıraq köyünde maxsus kule yerleştirdiler. Bu kule yakın turgan köylerge keyfiyetli televizyon signalı yetkizecek. Bu ve başka haberler haqda bazı muhbirlerimiz tarif edecekler. Сақ районында yüz bergen qaza neticesinde 6 bala zarar көрді. Bu haqda Qırım İçki İşler Nazirliginin matbuat hizmetinde haber ettiler. Qaza Nizina köyünün yanında oldu. Renault maşinasında 8 adamdan ibaret olған Құран таутырайды. Арабақяр tarafına кетеді. Evvelki malumatқа көре Айдавжы Думен өгінде ұқлап қалып, yoldan çıktı ve қораға келіп uruldu. Qazada zarar көрген балалар çeşit derecede yaralandılar. Onlardan ikisi hastahanege yetkizildi, başkalarga ise o yerde tibbi yardım gösterildi. Bu yerge derhal GİBDD xadimleri yetip keldiler. Qaza boyunca teşkiruf keçirildi ve onun sebepleri belgileniyor. Ахмезжетте чөплік жештірілуі ве суқақлар тамирленуі елі бағлы вазиет бұраз ейлешті. Кеченлері боле фықырны Қырым Жұмхуретінің елбашчысы Баш Назир Юрий Гацанюкнен көрішкен вақытта бұлдырды. Бұнен берабер жемат нақлиетінің қаттaf меселесі ичті деніш мегені қайдытылды. Ахмезжетте чөплікні топламақ үшін қошма техника çalışып башлады. Бұндан да ғайры шымды мақсус техника, яғни 10 темізлік машинасы тамир етіле. Рейс муавины қайдеткеніне көре бұл меселе бір елевелсі чезіле жекіді, амышыр реберлігі бұна кереклі диққат айырмады. Этой неделе будет запущено, отремонтировано, запущено маршруты еще дополнительно 8 единиц техники, которые на самом деле поправят ситуацию с точки зрения вывоза ТГ. Когда эту технику, Юрий Михайлович, на ваш взгляд, могли отремонтировать? Вообще? Могли еще год назад могли отремонтировать спокойно, и у нас проблем бы с техникой не было. К сожалению, я так понимаю, что внимание, то есть руководство города не уделяет в данном случае ни предприятию, ни другим, то есть компаниям, управляющим, которые занимаются уборкой мусора. Провести рабочие встречи, хоть это мы делаем за администрацию города Симферополя, ну по большому счету, со всеми коллективами всех предприятий, которые занимаются уборкой мусора. Хоть с людьми надо поговорить, что выслушать, какие у людей претензии, может у людей там вопросы зарплаты, там, материального снабжения, то есть как бы вообще вопросы подвозок к месту работы, но любые вопросы выяснить в данном случае. Администрация согласована с Советом Министров по доведению там штатной численности сотрудников и количества техники до норматива необходимого, чтобы убрать весь город Симферополь, чтобы он блестел. Сергей Аксенов Ознев бетінде bu haftanın sonuna paytaxtımızın 1025 soqağında temizлену схемасını таздықламаға авалия етті. Bundan da gayrı Cumhuriyet yolbaşçısı xadimlerinin штатыны ve техника sayısını arttırmağa emir berdi. Yol kuruculuğu sahasında işler aman-aman 2 haftaga keç qala dep bildirdi Юрий Гацанюк. Bunun da sebebi işçilerinin azlığındadır dep qaydatты Aksenov. Onun bildirgenine göre paytaxta kuruculuk işleri yekünlenmegence başka hiçbir sokak kapatılmayacak. Пока Кирова не сделает, и пока Севастопольский отрезок не откроет, не закрывайте авиационную. То есть запретить закрытие. Мало того, еще раз говорю, запрещаю без согласования с ГИБДД, ни одна улица перекрыта быть не должна. За 3 дня информирование минимально, то есть как бы везде, Дмитрий Анатольевич, проследите, чтобы на портале администрации города Симферополя в данном случае, то есть как бы эта информация была. Kuruşuv devamında cemaat nakliyetinin işi haqda söz yürsettildi. Cumhuriyet yolbaşçısı qaydetkenine göre bu yönelişte qattiq qarar almaq gerek. Çünkü bir şeyden aşmay. Cedvel ve marşrutlarga riayet etilmey, avtobuslar qarardan ziyade tolu, nakliyet kirli, aydavcılarının yolcularga münasebetleri yaxşı degil. Я надеюсь, что я услышу в том числе
в пятницу о конкретно наказанных перевозчиках и наказанных не просто там, ну так что пошутили или пальцем погрозили, то есть как бы реально с лишением лицензии, соответственно, принятием административных мер, штрафов, то есть там, где необходимо, возбуждением уголовных дел. Я по-другому, то есть как бы не вижу, как исправить ситуацию. Ну, наглость такая, в конце концов, компенсируем в полном объеме затраты на перевозку льготных категорий граждан. И здесь, в данном случае, просто над нами происходит издевательство. Будут вопросы и контролирующим службам, которые должны были работать на этом направлении. Автомобильлерні маршруткаларға деныштырдылар. Бүгін қырым мемурлары ішлеріне алышмаған шекілде етіп бардылар. Бөле мұражатта оларға Сергей Аксенов болынды. Жемат нақлетіне тамам час пик деген вақытта менме керек еді. Бұзы мұқберлеріміз девлет қызметшілері ташыйчыларының ішіне насыл қимет кескенлер ақта тариф етмеге азырлар. Қырым Жұмхуриетінің ел башчысы Жемат Нахалиенің ішінен мемнюн дегіл. Оның үшін шәр башына веме бұсларға ішке шәр автобусларында барып етмек хавалесі берілді. Йоллар тамир етілуі бұйық тұқынтылар ве шәр автобуслар мұнтазам сөретте қатнамағаны. Бұлар Ахмеджет үшін бүгін кескен меселелердір. Бөле қолайсызлықлардан тек шәр сәкінлері дегілді Жұмхуриет ел башчысы де безді. Я уже пошел. Игорь Михайлович, что возьмете трубочку? Прямой эфир спутника. Не, у меня. Әрбір мембірні веме бұсыны сонки дұрақларға тайын етіп, ішке автобуста йолладылар. Мисал оларақ шәр шурасының мебұсы Евгений Катушев ішке 52-нче автобуста барып етті. Шәр шурасының рейсі есе Виктор Агеев 30-нче автобуста. Шәр акимиет рейсінің муавины Исмет Аблаевда Свобода дұрағындан Самокиша дұрағына қадар 30-нче автобустан етіп келді. Едем с Виктором Николаевичем Агеевым. Пока у пассажиров нарекания только на пробке, маршрут ходит стабильно. Бөле қарардан зәйді толу автобуста Жемат Нахалиетінің ақықы алыны анламақ мүмкін. Бұл ерді инсанлар акимиет ішінің семерелігі ақта фікірлеріні сеслендірелер. Ахмеджетлілер мемурларының іші елі мемнюн дегілер. Очень большие пробки в городе, из-за этого как бы они все задерживаются и все в пробки попадают. Ну а так как бы минут 20-25 стоишь, ждешь. Есть график, но они не ездят. Непонятно когда. Когда хотят, тогда приезжают. Было даже такое, вот детей оставлял на полпути автобус. То есть говорил, что дальше не поеду. Шәр шурасының мебусы Юрий Нестеренко сәкінлерінің фікірлеріне үшітмеге ғалиба істемеді. О Ахмеджет қасабасының сонки дұрағындан 80-нче маршрут ile келмеге вәде етті. Бұл ақта обызым реберлігімізге хабер етті. Ама дұраққа ойледі пейда олмады. Телефон açқанымызда да жауап бермеді. Бұндан да ғайры 80-нче автобус бір ярым саат девамында пейда олмады. Сәкінлер ile қонушқан мебуслар есе бүтін қиындықларны аңладылар. Бір хач километрны бір саттан зияде кечтелер. Дұрақлардан ақырге беклеген сәкінлер де мұзбет бір шай айтмайлар. Әркес алышқан тұхынтылардан ғайыры инсанлар айдавчыларға да шикайет етелер. Просто невыносимо. Всех детей наших затравливают, запугивают. Вот отсюда довозят и говорят, все, я дальше не еду. Если говорить нет на автобусе надписи, что Ешельдах, я не везу. Понимаете, дети бедные ничего ответить не могут. И вот они идут туда 1,5 километра пешком. Дұрақларда тұрған яда автобуста аяқ үстінде кеткен акимиет векелері әдей инсанларны шашыртты. Кабинеттен тыш субетлер, шикаетлер, әнді нәтижелеріні беклейджеміз дейлер Ахмеджет сәкінлері. Бұ чәре не қадар семерелі олғаныны шер сәкінлері яқын вақытта анларлар. София Шукурова, Энвер Аблязис, Рамазан Аливапов, Миллет телеканалы. Бақчысарай районын Кучук Яшлави идеш елі көлерінің сәкенлері бала бақчасы құрмаға реджа етелер. Ел-елдан баларының сайысы арта. Мектептен евел тәсіл мөсеселері есе бұ ерде ич бір вақыт олмаған. Ең яқын бала бақчасы 12 километр ұзақлықта ерлеше. Тафсилатлы жа Султания Сетакаеваның левхасында. Кучук Яшлав ве идеш элі көйлерінде балаларының сайысы 200-ге яқын. Шу себептен мұнда бір айле бала бақчасы ақында арзу ете. Аналар өз ішіні ташлап балаларыны тәрбиелемеге мәжбүрлар. В аромат возить нам, ну и сложно. Аромат көйіне балаларны алып кетмек қиын, еллар ярамай, әмді кечік балам бар. Бұ ерде бала бақчасы олғаныны істейміз, балаларымыз пек чоқ.
Кемер ана бабалар балларынен шерге яда комшу койге катнайлар. Бу Кучук Яшлав көйінден 12 километр узаклыкта. Амма анда катнамак паалыга тушы. Автобусларда yok. Эмде кышта ярамай авави бузук yollar себебінден бала бақчасына барып етмек акыкый сынавга чевырыле. Очень плохая дорога, из-за этого приходится... Yol pek yaramay. Bu себептен балаларымыз меркези yoldan кетейлер bu pek кыйын. Biz işke çıkıp olamаймыз, çünkü балаларны бақмаға адам yok. Ерле Сайкен Сервер Асанов энди 8 yıldan берле бу меселе артындан чапкалай. Эпысы идарелерге муражат етті, мектуплер язды. Амма шымдыгеже ичбір нетиже yok. Подвоза детей нету. Автобуслар bizde yok, бюджеттен пара айырылмай. Ана бабалар өзлері балаларны бала бақчаларға алып баралар. Bu maddi тарафтан pahalı ola. Çoğusu балалар evde oturalар ve mektepке азырламайып кетелер. Ерле акимиет кой сакинлерінің бу меселесі ақта біле. Енді Қырым Назирлер Шурасына мектуп yollanıldı. Шымды бу суаль бақыла. Скорее всего. Biz umut etimiz ki bu obyektler kurulacak. Küçük Yaşlaf ve İde Şayli köylerinin balaları Tufgan köylerinde bala bahçesine ve mektebine katlanacaklar. Мемориетте ишандырганларына көре 120 ерлік бала бақчасы мұтлақа құрылacak. Енді топрақ дамартасы айырылды. Тек Cumhuriyetimizдің тәсіл назирлігі қарар чықармақ керек. Султаниста Каева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Қырымны Русиядегі туристик юнелешлер ve keyfiyetlері атлану сасындаки етекчелер сырасына кірсеттілер. Бұақта Русиядегі мескен айыртуф хадимлері хабер етті. Мутихасыслар туристлерінің фікірлеріні угреніп, Русияда ең кейфиетлі мескен вер атлану не ерде олғаны талил еттілер. 2018 сене девамында Қырымны 6 миллиондан зияды инсан зиярет етті. Жематтан кечірілген сұраф нетижесінде чоқысы келгенлер Москвадан ve миллионға яқын турист Украинадан келген екен. Первым там идет лидером это Краснодарский край, второй Крым и остальные уже города России. Это прежде всего наша работа, поэтому мы довольны и, честно говоря, останавливаться мы не будем. Сейчас идет работа по следующему туристическому сезону. Endiden son Қырымға келмек да енгіл olacak. Симферополь адлы халқара авалиманы қыш мевсімінде Москва ve Санкт-Петербург шерлерінден чартер рейслеріні қабыл етіп башлайжақ. Бұл вақытта авалиманын матбуат қызметінде білдірелер, более рейслер ербір юнелеште аптада 2 кере olacak. Матбуат қызметінде қайдеткенлеріне көре, күз қыш мевсімлерінде Қырымдар атланмаға істегенлерінің сайысы кечкен сенеден 21%-ға артты. Билетлер 2019 сенесінің январь айына жасатылды. Шirketler тақдим еткен бір адамлық турларының минимал фияты 12.000 рубле. Яны ел күнлеріне есе фиятлар 35.000-ден башлана. Таврида трассасында çalışkan құручылар yolның ең yüksek көпір қысымларыны тіклейлер. Усткечет Ислам Терек районындаки Челебе-Эли көйі янында ерлеше. Көпір 45%-ға, Таврида yolның бұрын және беті есе 85%-ға азыр. Бізім телевизион тақымымыз құручылық ерінде болынды. Тавсилатлы Жайшы Шулакова біле. Onlar құрыжы чеші техника. Бұл ерде ішгеже біле тоқтамай. Тек заманауи технологиялар қоланыла. Ершей дүния стандартларына көре. НДТС-ден бұл ерде бұйық көпір тікленілежек. Оның yüksеклігі 5 қатлы ев қадар олачақ. Оны Ислам Терек районының Челебе-Эли көйі янында құралар. Бұл Таврида трассасының бірінші небетінде ең yüksek суни иншаттыр. Көпір теремелерінің максимал yüksеклігі 15,5 метрні тәшкіл еті. Енді көпірнің епісі теремелері ерлештірілді. Бұл 4 қысымдан ибарет көпір олacak. Оның ұзынлығы аман-аман 100 метрні тәшкіл етежек. Құрыжылар оның азырлығыны 45% деп таныйлар. Yol қапламасы төшелген сон бұл ер қораланacak. Сызықлар сызылacak ve su фақызылуф yolları yapılacak. Көпірнің 2 yolағында әрекетінді бұл сене декабрь айында açılacak. Gece kunduz çalışamaz епісі işler grafik boyunca becerile. Erşey yaxşı. Челебе-Эли yolu ise енді 70%-ға азыр. Бұл Таврида трассасы құрылжылығында екінші басамағының соныдыр. Движение по ней будет частично. Yolda қатнав қызмет açılacak. Bu Таврида атлы трассаның бірінші невбетті черчевесінде бежірілежек. Bu керчінен Ахмеджеткеже 190 километр. Yol 2 yolақлы. Bu қысымда әрекетінді декабрь айында açılacak.
Таврида трассасы Керечны Ахмешит Вяхьяр или Баглайджах. Onun umumi uzunluğu 250 kilometrini teşkil edecek. Fiyatı ise 150 milyar rubleni teşkil edecek. Paralar federal bütçetten ayrılacak. Nakliye hareketi basamak açılacak. Kerech'ten Akyargaçı 4 yolaklı trassanı 2020 senenin dekabr ayında açılacak. Ayşe Şulakova, Ervin Amiraliyev, Millet için. Бірқач кило марихуана ве онлар жарби едек. Кефеде ФСБ сыныржылар даресінің хадимлері ерлі сакинын евінде тынтув кечірділер. Бұқтай даренің матбуат қызметі хаберете. Нетижеде мутихасыслар құрытылған кендір таптылар, оның умуми чекісі 7 килоны тешкілетті. Бұндан ғайры травматик пұшта ве 8 патрон чекіп алынды. Арби едеклерге рухсет берген весиқалар жоқ еді, елі 5 яшлы сакинын евы янында есе 3 метрлік кендір чалысы тапылды. Мутихасыслар бұ тапылған шейлерні чекіп алдылар ве полис идаресіне yoladылар. Ярымада сакенлері яваш-яваш рахамлы телевизионға кечелер. Бүгін бұлғанақ бадрақ көйінде мақсус қоле ерлештірілді. Ояқын көйлеріні кефетлі сигнал елет темин етежек. Қырымда не вақыт аналог телевизион сондырлежегі ақта мұхберіміз Мухаммеди Киряев тариф етежек. Бұақмезжет районында ерлештірілген бірінші антенна дегіл. Бөйлі станциялар бұтын ярамадада текленілі. Пайтақтың 10 бенге яқын сакені рақымлы телевизионны мемнуетлікілі сейіретелер. Елінің сонына қадар Қырым акиметі 40-қа яқын бөйлі қоле ерлештірілмеге планлаштыра. Средняя стоимость приставки на территории Российской Федерации это где-то около 700 рублей. Средняя стоимость той же антенны дециметровой тоже около 700 рублей. Но нам, чтобы не было спекуляций, мы проведем совещание, чтобы остановить эти цены, как бы договориться, чтобы на таких же порогах и оставалось. Чтобы не повторялось такого, да, как было у нас в 2015 году, когда было у нас такое массовое отключение электроэнергии, вы помните, и когда цены на генераторы росли не по дням, а по часам. Чоқысы гражданлар ағымылы сигналны қабыл еткен яны телевизор алмақ үшін 20 яда 30 бин рубле масраф етіп оламайлар. Ама махсус приставка алмақ үшін 1000 рубле төлемеге әркезні күчейеті. Данный объект выбран не случайно, потому что жители населенных пунктов Пожарская, Водная и так далее, вот этой долины, имели всегда затрудненный прием от передающей станции Симферополя, потому за счет рельефа местности. Поэтому и выбрана точка по радиопланированию именно в этом месте, чтобы покрыть зону вот этой балки, которая идет до Николая. Демьяновка куйнын сакины үшін бүгінгі күн байрамдыр. Ола рахамылы приставка қойылды. Энді қартана күн Русиядегі янлықларны весевімлі телесериаларны яқшы кейфетті сейер етежек. Конечно, очень дуже рада я. Очень дуже рада. Спасибо детям, что побеспокоили за мной. Спасибо. Очень хорошо показывая. Все хорошо. Спасибо. 2019 сенесі Бутун Русия рахамылы телевизионға кечежек. Яны елдан аналог янлавы сөндірілежек. Сеумлі янлардан айрылмамақ үшін Қырым сакенлері әвелден рахамлы телевизионны ерлештірілмеге тырышмақ кереклер. Мухаммед Киряев, Магомед Нестуров, Милет телеканалы. Енді победа жадесіні 300-ден зияде көз чечегі яраштыра. Чечеклер город шеркетінің хадимлері тарафындан отыртылды. Шернің бұл қысмыны дүлберлештірмек үшін 6 мутихасы стырышты. Екенліклеріні отыртмақ үшін олар бір машина сув құландылар. Тезден пайтақтымызда да 800 дане көз чечегі ве 45 дане гүл отыртылажақ. Бұл чечеклер Советска мейданны яраштырajaqlar. Ахмезжетте бойлешлер ноябрьнің сонуна же девам етежек. Вес спорт хаберлері ақта. Бақчысарайлы көрешчі Ridvan Osmanov Краснодарда юниорлар турнирінің ғалибы олды. Бізім спортчымыз юниорлар арасында өткерілген Юнан Рома көреші ярышында іштирак етті. Вячеслав Новиковның қатырасына бағышланған турнир ноябрь 5-7 күнлері Краснодарда ерлешкен Спартак адлы спорт клубында кечті. Ярышта умумен мемлекетінің чешіт регионларынан келген 150-ден зияде спортчы іштирак етті. Ridvan Osmanov 67 килоға же ағырлық категориясында өз көчінісіна бақты. Сынамасы муафақетлі кечті спортчы ең яқшы техникасы үшін кубок еле тақдирленді. Шымдылық бұл мәліматларының епісі еді. Саат 21 бұчуқта әсекележе қаберлер программасына қачырманас. Бұз әлі олыныз.